Бозжыра және Қызылкөп шатқалдары. Бозжыра географиялық орны және жер бедері. Қазақ тілінде Бозжыра атауы сұржыра немесе сұркөк ойпат деген мағынаны береді. Бозжыра табиғи нысаны Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласынан оңтүстік шығысқа қарай 300 шақырым жерде, Қарақия ауданы аумағында жатыр. Оның ұзындығы солтүстіктен оңтүстікке қарай 21 шақырымға және шығыстан батысқа 9 шақырымға созылып жатыр. Ең тартымды бақылау алаңдары мен жартасты құрылымдар шамамен 40 шаршы шақырым аумақты құрайды. Бозжыра үстірттің геоморфологиялық ерекшеліктерін бейнелейтін бірегей нысан болып саналады. Ол жартасты жоталардан және үстіртті жер бедерінен құралған. Бозжыраның қайталанбас ерекшелігін көрсететін екі әктасты шыңы бар. Бұл нысандарды көрінісіне байланысты азу тістер немесе үстірттің азу тістер деп атайды. Олардың биіктігі 287 метр. Ғалымдар Бозжыраның ландшафттары жүздеген миллион жыл бұрын болған ежелгі Тетис мұхитының түбіндегі әктасты жыныстардан құралған деген болжам келтіреді. Олар бүгінгі күні биіктігі 250 метрге дейін жететін бедерді құрайды. Оның құрамында бақалшық, акула тістері, балдырлардың діндері және тағда басқа теңіз жануарларының қалдықтары кездеседі. Аталған фактілер жоғарыдағы болжамды растай түседі. Бозжыраның қазіргі көрінісі аймақтың климаттық ерекшеліктеріне байланысты шамамен 40-60 миллион жылға созылған эрозиялық процестердің нәтижесінде қалыптасқан. Бұл табиғи процестер тоқтамайды және мыңдаған жылдардан кейін Бозжыра шатқалы басқаша көрініс табуы мүмкін. Қызылкөп географиялық орны және жер бедері. Қызылкөп шатқалы ұзындығы батыстан шығысқа қарай 10 шақырымға, ал ені 8 шақырымға созылып жатқан аласа төбелерден тұрады. Табиғи нысан теңіз деңгейінен 268 метр биікте орналасқан. Шатқал түрлі түсті шөгінді жыныстардан тұрады. Мұндағы ақшыл, сарғыш, қызыл, қоңыр түстер тамаша үйлесім тауып, әдемі табиғи пейзажды қалыптастырады. Мұндай алуан түрлі түстер әртүрлі минералдар мен теңіз шөгінділерінің эрозияға ұшырауынан пайда болған. Мәселен, төбелердің ақшыл қабаттары бордан түзілсе, қызыл қабаттар құрамындағы темірден түзіліп ерекше көрініс береді. Сонымен қатар, әртүрлі минералдардың араласуы нәтижесінен сары және қоңыр түске боялған қабаттарды да көруге болады. Қызылкөп шатқалы Қазақ даласында бірнеше шақырымға созылған қызыл және ақ қабаттарынан жасалған көркем төбелер тобын құрайды. Туристер көркем шатқалдардан Марс пейзажын көре алады. Туристік мақсатта бұл аймаққа келудің қолайлы кезеңдері сәуір, мамыр және қыркүйек, қазан айлары саналады.